Ассалаумағалейкум, менің шеберлерім. Бүгін мен сіздерге көрпенің замогын салуды және қалай замок таңдауды көрсететін боламын. Ал енді сіздерге сызбасын көрсетейін. Мысалы, біздің көрпеміз осындай 2 метр, ұзындығы ені 2 метр, ені 80 сантиметр деп алайық мысалға. Дәл осылай матамызға өлшеп сызып аламыз, қимас бұрын 2 метр деп. 2 метр қылып бірден матаны кесіп тастамаймыз. Жанынан, ұзындығынан тағы да 10 сантиметр қосамыз. Тағы да тігіске 2 сантиметр, яғни 12 сантиметр қосатын боламыз. Енді осы 2 метр матамызды ұзындығынан матаны кесіп алғаннан кейін, осылай өлшеп кесіп алғаннан кейін, матамыздың дәл ортасынан осылай кесеміз. Матамызды 2-ге бүктейміз де, қақ ортасынан 2-ге ортасынан қайшымен кесетін боламыз. Қайшымен кесіп болғаннан кейін матамыздың бір жағын алып қоямыз, екінші жағына 8 сантиметр өлшеп осылай сызып аламыз. 8 сантиметр өлшеп сызып аламыз. Бұл біздің замокты жауып тұруға арналған конвертіміз үшін. Қазір сіздерге бұны матада көрсететін боламын. Енді замок таңдағанда мен сіздерге потайной замокты кеңес бермеймін. Көрпеге арналған арнайы замоктар болады, сол замокты қолданыңыздар. Потайной замок дегеніміз ол тез құрайды, ертең көрпеңіз жарамсыз болып қалады. Міне осындай көрпеге арналған замок бар. Бұл енді кішкене арзандау түрі және қымбаттау түрі де бар. Сол қымбаттау түрін қолдасаңыздар, замок ұзаққа шыдайтын болады. Енді сіздерге қазір матамен қалай қиюды көрсететін боламыз. Мысалы, көрпеміздің астары деп алатын болсақ, 2 метр жағынан айттым ғой, 2-ге бүктеп, осылай дәл ортасынан бірінші кесіп алатын боламыз. Міне енді кесіп алдық. Енді екінші бөлігін алып қоямыз да, бір бөлігін осылай міне қойып, емен өлшейміз, 8 сантиметр сызғышпен өлшеп аламыз. Негізі бормен сызсаңыздар болады. Мен енді көрінсін деп кішкене ручкамен сыздым. Осылай 8 сантиметр қылып өлшеп сызамыз. Міне сызып болдық. Енді сызған жағымызды қараңыздар, енді матаның шетін дәл сызған сызықтың үстіне қойып, осылай үтіктейміз. Міне осылай бір-біріне беттестіріп үтіктейміз, яғни 4-4 сантиметрден бірігетін болады. Міне немізді үтіктеп алдық осылай. Енді осы жерге біз замогымызды тігетін боламыз. Замокты тікпес бұрын бірінші осылай қолмен сипап аламыз. Түгінің төмен жатқанына қарай тігеміз. Түгі төмен жатып тұру керек замокпен бірге. Міне замогымызды бірінші осылай ашып аламыз. Оң жағын матаға қарай қоямыз. Бір шетін көрдіңіздер ғой. Міне осылай замоктың оң жағын матаға беттестіріп қойып, дәл сызықтың бойымен тігіп шығамыз. Матаның шетімен, замоктың шеті матаның шетімен бірдей болып тұру керек.
замоктың теріс жағы жоғары қарап тұр. Енді бір тігіспен осылай тігіп шығамыз. Егердем сіздің машинаңыз бытовой машина болса, онда осылай бір жақты лапканы қолданамыз. Замокты тіккен кезде қатты тартпаймыз, итермейміз, өз еркімен тігеміз. Аздап қолмен демеп отыруымыз керек, өйткені замок бұл созылмалы, жиырылып қалады немесе созылып кетеді. Сондықтан әдемі ұқыпты тігілуі үшін осылай қолмен демеп отырып тігеміз. Тіккен кезде міндетті түрде қадағалап отырыңыздар. Замоктың шеті дәл матаның шетімен дәл келіп отыру керек. Соңында закрепка беріп, бір бөлігін міне тігіп болдық. Енді матамыздың екінші жағына замокты тігетін боламыз. Екінші бөлігін замокты тігетін, матаға тігетін боламыз замокты. Сразу бірден бастап тік кетпес үшін бірінші осылай көріп алаңыз. Матаның түктері екі жаққа бірдей, бір жаққа қарап тұру керек. Замогымызды жауып бірінші өлшеп аламыз. Басында қай жерден басталды, сол жерді белгілеп сызып аламыз осылай. Бірдей етіп осылай сызып аламыз. Енді замогымызды ашып, теріс жағынан енді матаға тігіп шығатын боламыз. Міне. Замок тігу бірден енді қатты да оңай да қиын да деп айта алмаймын. Бір тіккеннен мүмкін шықпауы мүмкін. Осылай үйреніп кетесіз. Мұқият қарап отырсаңыз тігуге болады. Бұда да матаның шеті мен замоктың шеті бір-біріне дәл кеп тұру керек. Бірдей қылып осылай өлшеп отырып, қолмен демеп отырып тігіп шығамыз. Замокты тіккенде асықпаңыздар, мұқият әдемілеп тігу керек. Закрепка беріп, тоқтаймыз. Міне замогымыз дайын. Енді жапқан кезде бір-біріне дәлме-дәл келу керек. Міне көрдіңіздер ғой. Міне замогымыз тігіліп болды. Дәл көрпешеге де жастыққа да дәл осылай тіксеңіздер болады. Міне замок көрінбей жабық тұрады, конверт сияқты деген осылай болады. Жабық көрінбей тұратын болады. Менің видеоларым ұнаса, каналыма жазылып, лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер.